Ал Шымкентте кәдімгі қымыз бен шұбат қосылған балмұздақ жасалып жатыр. Отандық өнімнің құрамын Ладушки кондитерлік дүкендер желісінің технологтары жасап шыққан. Ұлттық сусындардың бойындағы минералдық күшін жоғалтып алмау үшін оған химиялық заттар қосылмайды. Есесіне майлы қаймақ араластырылады. Таза табиғи өнімге сұраныс та артқан. Тақырыпты оңтүстік қазақстандықтардың мақтанышына айналып үлгерген эксклюзивті балмұздақтың дәмін татып қайтқан тілшіміз сабақтайды. Қымыз бен шұбат балмұздағы өзге балмұздақтар сияқты барлық дайындаудан өтеді. Найланы әріптестері еркелетіп, қолы алтын қыз деп те атайды. Себебі технолог әрдайым дәмі тіл үйретін тәттілермен эксклюзивті балмұздақтар жасайды. Бұл туындысы да талай жылғы ізденісінің жемісі. Ол осылайша қазақ халқының мақтанышы болған ұлттық сусындарды дәріптеуді өз алдына мақсат етіп қойыпты. Қымыз бен шұбат біздің мақтанышымыз. Ұлттық сусындардан балмұздақ жасау 2 жыл бұрын ойымызға келді. Былтырдан бастап нарыққа шықтық. Жаман емес, сұраныс жоғары. Жазғы маусымда жаңа түрін ойлап табуға тырысамыз. Енді пепси қосылған балмұздақ жасап жатырмыз. Қымыз бен шұбаттан жасалған балмұздақтар қайнатылмайды. Тек бірнеше градус ыстықта ұсталып, залалсыздандырылады. Өйткені бие сүті мен қымыран тез бұзылады. Сондықтан да олардың құрамына химиялық қоспаларды мүлдем жақындатпаймыз дейді мамандар. Рахмет. Шымкенттік технологтар мына сияқты өздеріңіз көріп тұрғандай түрлі тәттілер қосылған балмұздақтың 30-дан астам түрін жасап шығарады. Әсіресе қазір өзіміз алған қымыз бен шұбаттан жасалған мына сияқты бір тостағаны 300 теңге тұрады. Біз де қазір бұның дәмін татып көрейік. Дәмі ерекше, кәдімгі қымыздай бал татиды. Технологтар бұдан бөлек кондитерлік тәттілердің түр-түрін шығарады. Безендірілуі ерекше. Ал ұлттық сусындар көпшіліктің жақсы көріп ішетін асы. Емдік қасиеті тағы бар. Мамандар одан балмұздақ жасау кезінде осы жағында ескертіп дейді. Оған майлы қаймақ пен қант және жұмыртқаның ағы ғана қосылады екен. Ладушкимен асыңыз дәмді болсын. Шұбаттың дәмі келеді, бірақ йогурт секілді ұнады өзіме. Ауылда тұрып өскенбіз, шұбаттың дәмін білеміз, оны ішкенбіз. Енді балмұздақты бірінші жеп тұрмын өмірімде. Қаншама балмұздақтың ішінен таңдап алып, өзімде түсінбей қалдым, қалайша бұлар шұбаттан балмұздақ жасаған деп. Эксклюзивті балмұздақ деп айтсам болады. Өте керемет, өзіме ұнады. Балмұздаққа қажетті қымыз бен шұбат жергілікті шаруалардан сатып алынады, яғни ең таңдаулы деген өнімдер. Жергілікті технологтар қазірдің өзінде жұрт сүйсініп жейтін эксклюзивті балмұздақтардың ұлттық брендке айналатынына сенімді. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбіш, Нұрмаханбет Мұратов, хабар Шымкент қаласынан.